Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, құрметті көрермендер. Біз бүгін Толқын екеуміз атасының баласы, ұлы дала баласы Төренұр Төрәліні Республика сарайына алып келдік. Алматы қаласында пандемия жағдайларынан кейін карантинде біраз жатып қалып, өзімізде осы Республика сарайына келмегенімізге бір жылдай уақыт болыпты. Бүгін міне орайын тауып, Құдай қалап өнер құрандарының концертіне келдік. Осы орайда Төренұрға біз Республика сарайын таныстырамыз. Бұл Төренұр, бұл Республика сарайы мен 6-7 сыныпта оқып жүрген кезде сенің атаң, менің әкем, Толқынның атасы ең алғаш осы жерге сахнаға мен алып шыққан еді. Ол кезде әкемен бала деген әнді орындаған едік. Қателеспесем, Майра Ілиясова апайымыздың концерті екен, Талғат Тәумен ағамыздың ұйымдастырған концерті екен. Әкемен бала деген әнді орындап шыққан болатынбыз. Бүгін енді келдік бұл жерде. Сенің әкең талай концерт берген, бір емес бірнеше концерт берген. 2014-2015 жылы ең алғаш Ұлы дала баласы атты тұңғыш жеке концертімді берген менің Республика сарайым. Бұл жерде талай-талай дүлдүлдердің тұяғының ізі қалған, талай шаңғап тұрған біздің бұлбұлдарымыз бұл жерде ән шырқаған. Толқынға да көрістік, Төренұрға да көрістік. Республика сарайына қош келдіңіздер. Ал, ассалаумағалейкум жігіттер. Қалайсыздар, жақсы ма бәрі? Көріспегелі көп айдың жүзі болды. Адам жат болмағы осындайдан дегендей. Құдай жат болудан сақтасын. Өзіміз Республика сарайы бір жылдан кейін келіп жатырмыз. Ал мерекелік кештер қайтадан оралып, қайтадан аяғымызға нық тұра берейік. Ал енді қазір бұл да бір естелік болып қалар. Қазір залда ешқандай көрермен жоқ. Қазіргі жағдайға байланысты мынау тұрған есік сахнаға. Бұл жерде сыйлы қонақтар келетін, мәдениет қайраткерлері кіретін есіктен кірдік. Жігіттердің рұқсатымен қазір мына есікте ары қарай сахнаның арты, Республика сарайының сахнасы, киелі сахна. Ассалаумағалейкум. Ар жақты бір көрсетіп қойыңыз. Сәкең не жақта, Сәкең? Ұлы дала комедиясының авторы, Ұлы дала байегінің авторы, Алматыдан Алла қаласа. Берсі Гонконгға ашылып кетсе болды. Сәке, оң болсын, өнер құрандар өрге жүзе берсін. Төренұрға таныстырып жүрміз Республика сарайын. Қазір ағаларымен суретке түсіріп, видеоға түсіріп аламыз, иншалла. Ва алейкум ассалам. Серлерім. Қалайсыздар, жақсыздар ма? Олды алып келіп жатырмын, Нәгаға. Республика сарайына әкеліп бір ойда жүреді. Келдің ба? Сіздің концертке келіп бұйырыпты. Алла бұйыртты. Умыр ұзақ, дені сау болсын. Алла тіл көзден сақтасын. Ибрахим алейхиссалам берген батаны бердік. Рабби жаални мұқимус салату мен зуррияти раббана тақаббал дуа. Алла тағала өзі панасын алған. Ер жүрек батыр болсын. Дені сау болсын. Жомарттардан болсын. Жанына халқына ашитын салихалы ұрпақ болсын. Ата-анасына Алла тағала даналық берсін сіздерге. Парасаттылық берсін. Осы ұрпақтың өсуінде күш-қуат пен ілім-білімді сіздерге нәсіп етсін. Амин. Аллаху акбар. Алла разы болсын. Балуаным, өнер барысы. Мен де өнер барысы болам өскенде. Ал, мынау біздің бұл біздің коридор. Ассалаумағалейкум. Қалайсыз, жақсыз ба? Бүгін Төренұрды Республика сарайына алғаш алып келдік. Әкел таныстырып жатырмыз. Өздеріңіздей жігіт болсын, иншалла. Беймарал. Кірейін? Мына жерді көр. Анау ең бірінші тұрған біздің Алихан атамыздың марқұм кластасы Роза Бағланова. Бұл жерде енді күн жоқ дейсін, Ескендір Хасанғалиев. Төренұр. Нағима апайымыз ғой. Нағима Есқалиева. Алтынбек Оразбаев атамыз, Мақпал Жүнісова, Дос Мұқасан. Ой, шіркін, Бекболат Тілеухан ағамыз, Уәлибек Әбдірайымов.
Рамазан Стамғазиев, менің қайнағам. Төре, мына кісі сенің нағашы атаң. Валибек Абдраимов мені ең алғаш осы эстрадаға келген кезде Шаншар театрына Алдар Аспанға шығарған менің ұстазым. Бекболат Тілеухан туралы әңгіме түптен бөлек. Мәссаған. Болды, кеттік. Музарт, Нұр Мұқасан, Нұржан Төлендиев, Қайрат Нұртас бұл кісілердің орындар тіптен бөлек. Өктем Алтаев ағамыз, Бүркіт пен Аиша, Бақтияр Тайлақбаев және де Төре Нұрдың әкесі. Неше сәттілік? Рахмет. Ал, ондай болса, қазір өнер құрандарының концертіне қош келдік. Анау кім? Кім ол? Ата дейді. Ал, біз енді ары қарай жұмысқа кірісеміз, ән айтамыз. Адамның жаны қауырсындай, қиындықтарда сағымсынбай. Жүрсең екен, өмір-ай өмір сағым күйіп, иманның алтын тәжін киіп, бір-бірімізді қадірлеп, тал бесіктен жер бесікке дейін. Серьезно бұл? Бөде, бір-бірде. Даде. Ал, өзіміз не қылғаннан кейін ба? Өзіміз үйге қайтқымыз келмейді, негізі десең де. Бірақ енді үйге қайту керек. Үйде кісілер күтіп отыр, оның үстіне толқын жасаған бүгін тамағы бар еді, соны енді иншалла жақсылап тұрып, қойып тұрып жейміз. Үйге дейін жалғастырайық, иә? Сен күні. Жүріңіздер үйге. Төренұр. О, бәрекелді. Төренұр үйіне келді. Ал. Қош келдіңіздер үйге. Бүгін концерт съемкіден кейін үйге келдік. Авайда. Мамасын күтіп алайық. Папаң қонасты. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Эй, жаным, қалайсыңдар? Күк. Ал, үйге қош келдіңіздер. Біздің осындай күнде түсіретін күнделіктерімізден қапы қалмаңыздар. Жақсы маза алыңыздар.